Барлығына сәлем достар. Бүгінгі видеода сіздермен осындай 3D форматындағы ерекше қарларды жасауды үйренеміз. Егер де сіздерге қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл қарды жасау үшін бізге бір қағаз, қайшы және қалам керек. Ал енді бастайық. Ең алдымен қағазымызды былай үшбұрышты етіп қайырамыз. Одан кейін мына жағын алып кетеміз, бұл жағы керек емес. Ал енді дәл осы қалпында былай қайырамыз. Неке қайырып алдық, екінші рет және үшінші рет тағы да қайырамыз былайынан. Неке. Ал енді бізге қалам керек болады. Осылай сызып аламыз. Неке. Бізде осылай шығу керек. Ал енді тағы да қаламмен немен көрсеткендей сызып алыңыздар. Ал енді қиямыз. Бірінші мынасынан аламыз да. Соңына дейін емес, мінекей осы жерге дейін ғана қиямыз. Екіншісінде солай. Соңына дейін апармаймыз. Неке, ал енді ашамыз. Неке қағазымызды ашып алдық. Ал енді бізге клей қажет болады, оны жабыстыру үшін. Мен мындай клей алдым, міне. Бірінші осылай бір жағын аламыз да жабыстырамыз. Екінші жағында солай. Жабыстырып шығамыз барлық жағын. Біздің қарымыз дайын болды.